Саламатсыздар ма? Бүгін біз төртінші дәрісті бастаймыз. Статистикалық жорамалдарды тексеруге арналған параметрлік емес критерийлер. Өткен дәрісте біз параметрлік критерийлерді атап өттік. Яғни қайталайым, параметрлік критерийлер бізде студент критерийін қарастырдық және фишер критериясын қарастырдық. Оны біз Excel бағдарламасында анализ данных, яғни талдау пакетінде қалай есеп шығаруды көрсеттім. Енді параметрлік емес критерийлер біз бүгін қолданатын параметр емес критерийлерда біз Excel бағдарламасында, яғни есепті шығару арқылы көрсетем. Себебі талдау пакетінде параметрлік емес критерийлері жоқ. Басқалардың бәрі бар, именно параметрлік емес критерийлері жоқ. Оны орнату үшін бізге тағы бағдарлама керек, пакет MVA дейді, бірақ ол өте қымбат. Сондықтан бізде ол пакет жоқ. Бірақ Excel-де оңай жолын көрсетем, қалай есеп шығаруды, және де SPSS пакетінде де көрсетем. Ал енді бастаймыз дәрісті статистикалық жорамалдар тексеруге арналған параметрлік емес критерий. Дәрістің мақсаты, яғни сіздерге статистикалық жорамалдарды тексеруге арналған параметрлік емес критерийлердің қандай түрі бар, оны қалай қолданамыз, және нақты мысал ретінде Excel бағдарламасында және SPSS пакетінде көрсетем. Дәрістің жоспары кіріспе параметрлік емес критерийлер түрлері және де Excel-де параметрлік емес критерийлерді қолданып есеп шығару қорытынды. Қайталап өтсем, параметрлік және параметрлік емес критерийлердің арасындағы айырмашылық. Мысалы, сөзден ақ білініп тұр, параметрлік емес, параметрлік деп. Параметрлік критерийлерде баш жиынтықта зерттелетін белгілерді қалыпты таралуына негізделген және олардың негізгі параметрлері, орта мән, дисперсия, орташа квадратқа ауытқу, осыларды есептеуді қажет ететін деректерді өңдеудің статистикалық талдау әдісін айтады. Ал енді параметрлік емес критерийлер қолданған кезде, яғни ол кезде бас жиынтық, то есть бас жиынтықта зерттелетін деректер қалыпты таралуға негізделмеген және олардың негізгі параметрлер есептеуді талап етпейтін деректерді өңдеудің статистикалық талдау әдістерін айтады. Яғни бұл жерде біз нені есептейміз? Жиіліктермен немесе рангілермен амалдар орындауға негізделген. Яғни біз мына сияқты орта мән, дисперсия, оларды біз есептемейміз. Қазір мен көрсетем. Ал енді қандай оның түрлері бар, параметрлік емес критерийлер? Қай кезде біз оны қолданамыз? Параметрлік емес критерийлер белгінің таралу түрі қалып тараудан ерекше болғандықтан дедік, таңдама көлемі аз болған жағдайда сол сияқты реттелген деректерді талдау үшін қолданылады. Яғни оларды біз рангілік әдістер деп те атаймыз, яғни параметрлік емес критерийлерді біз кей жағдайда рангілік әдістер деп атаймыз. Осы параметрлік емес критерийлер және параметрлік критерийлер деп өткен дәрісте де айтқанмын. Қазіргі жаңаша тілмен параметрлік тест, параметрлік емес тесттер деп айтуға да болады. Параметрлік емес критерийлер әсіресе ол айтып өткендей таңдама көлемі аз болған жағдайда. Себебі біз ол таңдама көлемі аз болған жағдайда біз оның таралу заңын бағалай алмаймыз. Сондықтан қолдану өте тиімді параметрлік емес критерийлер.
көбінесе бізде мына медицина саласында бізде ә, так, редко, то есть есть заболевания, которые редкие заболевания, сондай ауруларға көбінесе зерттеп жатқан кезде біз параметр емес критерияларды қолданамыз, өйткені оның көлемі аз. Ал мысалы мына жерде мен жазып өттім, алайда егер деректер саны көп болса, мысалы 100-ден асып кетсе, онда параметр емес критериялар қолдану өте тиімсіз, өйткені оның мағынасы жоқ. Өйткені оның көлемі үлкен болғандықтан оның уже таралу түрі белгілі болады. Яғни қандай да бір заңға таралу түрін, қандай да бір таралу заңына бағалау кезде біз уже параметр емес критерийді қолдану мүмкін болмайды. Параметр емес критерийлардың түрлері. Өткен дәрісте сабақтың үстінде де айтылды, иә? Біз таңдама алған кезде, біз екі таңдаманы салыстырып жатқан кезде, оларда айырмашылық бар ма, жоқ па, емдік қасиеттер, емдік шара өткізіп жатқан кезде, мысалы, топтар бөлінеді дедік. Тәуелсіз және тәуелді деп. Тәуелсіз топтар дегеніміз не? Қайталап өтем. Тәуелсіз дегеніміз, мысалы, бір топты консервативті әдіспен емдеп жатырмыз, яғни емдік дәрі-дәрмекпен емдеп жатырмыз. Келесі топты жаңа технология, инновациялық технологиялық, хирургиялық әдіспен емдеп жатырмыз. Міне екі топта да адамдардың, пациенттер әртүрлі, екі әдісте әртүрлі. Яғни бұл тәуелсіз топтар. Тәуелді топтар дегеніміз, мысалы, бір топты аламыз, оны емге дейін және емнен кейін, то есть бір топты алып, оны зерттеу барысында біз оны екі топқа бөліп аламыз, бірақ бұл бір топ, оны тәуелді топ дейміз. Емге дейін, емден кейін. Енді қайталайым, тәуелсіз топтарға, мысалы, бізде студенттің параметрлік критерияларда студент критерийін, тәуелсіз топтарға арналған студент критерийін қолданамыз. Жұптасқан тәуелді таңдамаға жұптасқан студент критерийін қолданамыз, иә? Ал енді альтернатива, яғни баламасы параметр емеске, тәуелсіз топтарға Мана Уитни, Колмогоров Смирнов, тәуелді топтарға Z критерий және Вилкоксонның Т критерийі қарастырамыз. Негізі параметр емес критериялар өте көп, бірақ негізгі біз сабақтың барысында өзімізге, осы биостатистика пәнін оқып жатқаннан кейін, өзімізге керекті параметрлік емес критериялардың түрлерін ғана көрсетіп жатырмын бүгінге керекті. Ал енді сабақтың барысында ары қарай практикалық сабақта өтетін сабақтың тақырыптары өте көп. Сол кезде сол практикада біз ары қарай атап өтеміз. Бірақ мен осы жерде де атап өтейін, параметр, мысалы, біз бұл жерде екі топты қарастырып жатырмыз. Ал егер бізде топымыз, мысалы, екі топтан жоғары, үш топ, төрт топты қарастыратын болсақ, мысалы, тәуелсіз топтар болатын болса, біз Краскелла Уоллесаны қолданамыз да, қолданамыз критериясын. Ал енді тәуелді топта Фридманның критериясын қолданамыз. Міне сондай критерияларды біз сабақтың барысында тағы да атап, тағы да қалай қолданатын көрсетеміз. Келесі есепке келетін болсақ, енді мен Excel бағдарламасында сіздерге Excel-дегі ары қарай практикаға көшейін. Тексеріп алайын. Міне қараңыздар. Физикалық белсенділіктің дене салмағы индексіне әсері. Осындай бір мысал. Бірінші топ беріледі. Бұл жерде бірінші топ физикалық белсенділік өте жоғары, екінші топ төмен.
физикалық белсенділігі. Екі топты алдық. Енді біздің мақсатымыз жоғары және төмен физикалық белсенділігі бар екі тәуелсіз топтың осы дене салмағы индексіне ДСИ дейміз, деңгейлері бірдей ме, әлде айырмашылығы бар ма екенін статистикалық тұрғыдан бағалау. Біз енді бұларды статистикалық тұрғыдан бағалаймыз. Яғни статистикалық мағынасы бар ма? Яғни бұл физикалық белсенділік шынымен де дене салмағының индексіне әсері бар ма? Соны анықтаймыз. Яғни бізде биостатистикада біз ары қарай клиникаға кетпейміз. Яғни біз биостатистиканың өзінің бірінші сабақта да, лекцияда да айтылды, иә. Біз алынған деректерді не істейміз? Оны өңдейміз, жинаймыз, өңдейміз және қорытынды жасаймыз. Яғни статистикалық тұрғыдан қорытынды жасаймыз. Статистикалық маңызы бар ма, жоқ па? Соны тұрғыдан жасаймыз. Енді қараңыздар, біз статистикалық жорамал тексеру кезеңінде екі топты мен салыстырып жатырмын. Яғни мен жорамалдарды тексеру кезең қолданамын. Біз білеміз, жорамалдардың түрлері бар. Ол нөлдік жорамал және балама жорамал. Яғни мен болжам жасаймын. Физикалық белсенділік дене салмағының индексіне әсер ете ма, жоқ, етпей ма деген мен болжам жасаймын. Сондықтан мен нөлдік жорамал берем. Нөлдік жорамал жоғары физикалық белсенділігі бар топ пен төмен физикалық белсенділігі бар топтағы дене салмағы индексінің бір-бірінен айырмашылығы жоқ. Бұл физикалық белсенділік деңгейі дене салмағы индексіне әсер етпейді дегенді білдіреді. Нөлдік жорамал. Өткенде айтылды, қарапайым тілмен. Ешқандай айырмашылығы жоқ, бір-біріне тең. Ал енді бізде балама жорамал екі топтағы дене салмақ индексінің мәндері бір-бірінен ерекшеленеді. Яғни физикалық белсенділік деңгейі дене салмақ индексіне әсер етіп, оның төмендеуіне ықпал етуі мүмкін. Яғни немесе жоғарылауы да мүмкін. Бірақ мен мына жерде төмендеу, яғни қанша дегенмен физикалық белсенділік әрине ол дене салмағының индексіне әсер етіп, оны төмендеуі ықпал. То есть төмендеуі мүмкін. Кешірім сұраймын. Енді бізде екі топ берілген. Біз Манна-Уитни критериясын қолданамыз. Манна-Уитни критериясын қолданамыз. Оның өзінің қолдану әдісі бар. Міне, ол әдіс, яғни мұқият қараймыз. Сіздерге презентация жіберіледі. Кешіріңіздер. Презентация жіберіледі. Сонда осы қолдану әдісі қалай қолданамыз Манна-Уитни критерия? Бізде тәуелсіз таңдама, екі тәуелсіз таңдама. Біреу бізде физикалық белсенділігі жоғары, екіншісі бізде физикалық белсенділігі төмен. Бұл жерде былай деп тұр. Бақылаудың екі тобының бір топқа біріктіреміз. Яғни бізде екі топ бар, оны бір топқа біріктіреміз. Сондықтан мен бірінші топты мен бояп қоямын. Себебі кейін бізге ол керек. Біріктірген кезде ары қарай олардың, мен айттым ғой, параметрге емес критерий, кейбір жағдайда біз рангілік әдіс деп атаймыз. Яғни олардың жиіліктерімен және рангтерін табу арқылы қолданамыз деп. Сондықтан қазір бірінші топтың рангысы керек маған, екінші топтың рангілері керек. Сондықтан бірінші топты мен бояп қоямын. Енді екеуін біріктіреміз дейміз. Мен екінші топты алам да, қиып, мына жаққа қоя салам. Енді оны варианталардың өсу ретімен бойынша жазу арқылы вариациялық қатар құрамыз. Вариациялық қатар құруды мен өткенде көрсеткем. Сіздерге қалай құрадыңызды. Сортировка по возрастанию. Міне, бітті.
мен ранжирленген вариациялық қатар құрып алдым. Болды. Енді әрбір элементіне, топтың әрбір элементіне сәйкес рангысын береміз. Қараңыздар, ранг дегеніміз не? Ол өзінің реттік номері бар, бірден басталып, жоғары қарай өсу ретімен қоямыз, немесе ең жоғарыдан ең үлкен саннан төмен санға дейін қоюға болады рангты. Ал енді рангты табу үшін біз оның реттік номерлерін білуіміз керек. Реттік номерлер міне тұр. Мына жерде көрініп тұр, 1, 2, 3 деп. Ал енді ранглерді қоямыз. Бірінші, ең кіші сан бізде 20,5, оның реттік номері 1, яғни рангысы 1 болады. Енді қараңыздар, бізде кездеседі екі бірдей сан. 20,9, 20,9. Осылардың ранглерін табу үшін біз не істейміз? Олардың реттік номерлерін қосып, орташа мәнін тауып, сол орташа мәннен шыққан мәнді екеуіне де жазамыз, яғни 2,5 болады. Келесі бізде 21-де 3, 21-де 7, олардың бәрін реттік номер саны етіп жазып алам. Одан кейін 22 рет кездеседі, реттік номері 7-де 7 и 8, 7,5 болады. Одан кейін қараңыздар, 22 1, 22 3, 22 4 бір рет кездеседі, реттік номерлер. Так, енді қараңыздар. Мына жерде 22,5, 22,5, 22,5. Бұл жерде бізде 3 рет кездеседі. Яғни 12 плюс 13 плюс 14 3-ке үшеуін қосамыз да 3-ке бөлеміз, яғни бізде 13 шығады. Сол 13-ті өзіне қоямыз. Келесі 15. Енді мына жерде қараңыздар. 16, 17, 18, 19, яғни 4 рет кездеседі. 16 плюс 17 плюс 18 плюс 19 4-ке бөлем. Яғни 17-те 5 шығады, осыны мен етіп толтыра салам автотолтырумен. Ары қарай бізде 20, 21, так, 21-де 5, 21-де 5. Түсінікті ғой, да? Қалай біз рангы табамыз? Ары қарай. Так, 23. Так, 24-де 5, 24-де 5, 26. Так, ары қарай бір рет кездеседі, сондықтан былай толтыра салам. Енді бірінші және екінші таңдама үшін бөлек ранглер қосындысын есептейміз дейді. Яғни мына жақта мен R бірінші топтікі ранг, мынау R екінші топтікі. Енді қосуды қарастырамыз. Так, келесі бірінші топтың ранглерін ғана қосамыз. Мына мәнді қоспаймыз, рангы шатастырып алмаймыз. Так. Тексеріп шығамыз. Ештеңе ұмытып кеткен жоқпыз ба? Так, дұрыс. Мында тексеріп шығамыз. Так. Дұрыс. Енді қараңыздар. O1 және O2 O1 және O2 келесі формуламен есептейміз. Так, O1
U1 қоямын және U2. Мына формуланы аламыз. Яғни бізде так, мына жерде бізде 15, 15-тен. Сондықтан N1 және N2 15, 15-тен. Сондықтан тең 15 көбейту 15 плюс, яғни 15 так, мына жерде бізде 15 көбейту 16 жақшаға алайын, бөлемін 2-ге и минус мынау бізде. Системада мына автотолтыру жасай саламын, өйткені менде бірде. N1, N2 бірде. Ал енді кестеден таңдалып алынған мәнділік деңгейі үшін удың сыни мәнін анықтаймыз дейді. Яғни кесте міне. Қараңыздар, бұл жерде кестеде N1, яғни өзінің мануитінің несі бойынша, N1 бізде бірінші енді менде екеуі де тең болды. Енді N1 көп. Егер сіздер N1-іміз, мысалы, бірінші тобымыз көп болса, то мына жақ бірінші топты қараймыз мына жақтан, және олар N2 қатармен беріледі, N1 бағаммен беріледі. Енді екеуінің қиылысқан жері бізде 64 міне. Сөйтемізді 64, яғни О-мыз критикалық мән, прям жазамын. О критикалық мән. Так, 64-ке тең. Ал енді өткен сабақта, дәрісте, параметрлік критериялар, например, Т-ны критикалық мәнінен үлкен болған жағдайда біз балама жорамалды қабылдадық. А параметр кеместе керісінше, яғни бақылауымыз үлкен болса, яғни критикалық мәнінен, сыни мәнінен, онда H0 жорамалды қабылдаймыз. Ал егер де сыни мән үлкен болса, онда балама жорамалды қабылдаймыз. Яғни бізде, қараңыздар, о критикалық мән үлкен болып тұр. Мына жерде мен ұмытып айтамын деп. Қараңыздар, біз О және О2-ні тауып алдық. Енді осының қайсы мануитный критериясы болады бақылау, яғни есептелгені. Бұл жерде екеуінің ең кіші мәні қайсы? Яғни 40,5. Соны мен белгілеп қоямын. Міне. Осы бізде мануитный есептелген, яғни бақылау критериясы болып табылады да, енді оны критикалық мәнмен салыстырамыз. Екеуін салыстырған кезде критикалық мән үлкен болыпты, яғни балама жорамалды қабылдаймыз. Балама жорамалымыз екі топтағы дене салмағы индексінің мәндері бір-бірінен ерекшеленеді. Яғни физикалық белсенділік деңгейі дене салмағы индексіне әсер етіп, оның төмендеуіне ықпал етуі мүмкін деп есепті осылай аяқтаймыз. Ал енді мен оны неде көрейін? SPSS-те. Так, қазір кішкене күте тұрамыз. SPSS-тің ашылуы өте ұзақ ашылады. Енді қазір осыны мен неден? Мен мына екеуін копировать етіп алайын пока.
Біз кішкене күте тұрамыз. Мгм. Мына ашылды. СПСС пакеті. Яғни мен алынған немді мына жаққа копировать еттім. Вставить етемін. Вот. Енді мен переменныйға барам. Барғаннан кейін мына жақта бірге тең, мына жақта бірге тең. Так, енді қайтадан данныйға барам. Енді бұл жерде бағанағы сияқты мен не істеймін? Мынаны қиып аламын да, мына жерге қоямын. Бірақ бұл жерде мен кодтап аламын. Бірінші нені, бірінші таңдаманы 1 деймін, екінші таңдаманы 2 деп аламын. Так, енді переменныйға барам да, бірінші таңдамада менде бүтін сан, сондықтан. Ал енді данныйлар бірінші шкала, сандық деймін, мынаны номиналды деймін. Так, енді данныйға барып, қайтадан анализге барам. Қараңыздар. Осының ішінде не параметрический критерий деген, параметр емес критерийлар, устаревший диалоговый окно для 2 независимых выборок таңдаймын. Біріншісіне проверяем, екіншісіне группировка, задать группы, бірінші топқа 1 деп бердім, екінші топқа 2 деп бердім. Продолжить. Маны өйтіне автомат түрде тұрады. УК-ды баса саламыз. Енді қараңыздар, 160,5, 304,5 шықты, және монолитный критериясы 4,5 болды. Ал енді егер пиға келетін болсақ, өткенде мысалы Excelде талдау пакетінде student критерийін қолданған кезде мен сіздерге түсіндіргем. Мына жерде бізде пиіміз міне 0,03-ке тең. Яғни пиіміз кіші 0,05-тен, яғни балама жорамалды қабылдаймыз. Міне осылай СПСС пакетінде көрсетуге болады. Енді келесі бізде Wilcoxon қарастырайық тәуелді. Вот. Ал енді Wilcoxonда ол тәуелді таңдамалар үшін мынандай есеп беріледі. Дәрілік препаратты қабылдауға дейін және кейінгі пациенттердің артериялық қысымының айырмашылығы. Яғни 15 пациентке гипотензивтік препаратты қабылдауға дейін және қабылданғаннан кейін артериялық қысым өлшенді. Ем жүргізілгеннен кейін артериялық қысымның төмендемегенін тексеру қажет. Есептің мақсаты неде? Гипотензивті препаратты қабылдауға дейін және қабылданғаннан кейін сол бір пациенттерге өлшенген артериялық қысым көрсеткіштерін салыстыру арқылы препараттық артериялық қысымды төмендету әсері бар жоғын біз статистикалық тұрғыдан бағалаймыз. Так, мұқият осы сөзді жаттап аламыз ба? Өйткені біз клиницист емеспіз. Біз қазір статистика тұрғыдан қарастырып жатырмыз. Яғни сіздер болашақ дәрігерсіздер. Егер зерттеулер жүргізе бастаған кезде қандай да бір препараттың әсері бар ма жоқтығын осы биостатистиканы қолданып, статистикалық тұрғыдан сіздер оның әсері бар ма жоқ па соны қарастыруға болады. Енді нөлдік және балама жорамалды қарайтын болсақ, тұжырымдаймыз міндетті түрде. Гипотензивті препаратты қабылданнан кейін артериялық қысымның орталық деңгейі, яғни медианасы, параметрлік емес критерияларды қолданған кезде біз таңдамамыз қалыпты таралуға негізделмесе, яғни біз оның медианасын есептейміз. Емге дейін мәнмен салыстырғанда төмендемейді, яғни клиникалық тұрғыда препарат артериялық қысымды төмендететін әсер көрсетпейді. Яғни препарат ешқандай емге дейін, осы препаратты бергеннен кейін де ешқандай артериялық қысымның төмендеген жоқ. Ал енді балама жорамалға келсек, наоборот, гипотензивті препаратты қабылданғаннан кейін артериялық қысымның орталық деңгейі, яғни медианасы емге дейінгі мәнмен салыстырғанда төмендейді,
яғни препарат артериялық қысымды төмендетуге клиникалық тұрғыдан әсер етеді. Ал енді оның есебіне келетін болсақ, қараңыздар, нөлдік және балама жорамалды ұйғардық. Жоқ, бұл жерде бізде айырмасын табу керек. Бұл жерде басқаша есебіміз. Яғни айырымы дейміз ба? Айырымын табамыз. Айырымы дегеніміз не? Ол емнен кейінгі мәнді алып тастаймын емге дейінгі. Тең 140 міне. Вот. Енді айырмалары нөлге тең жұптар нөлдік өзгерістер әрі қарай талдаудан шығарылады. Менде нөлдік деген жоқ. Егер сіздерде нөл болса, оны есептемейміз. Ары қарай вариациялық қатар ранжирленеді. Бірде айырмаларға сәйкес ранглерлік орта мәндер беріледі. Яғни біз бірінші реттік номермен қойып алайық. Яғни олардың ранглерін табу үшін реттік номерді қойып аламыз. Себебі сонда оңай болады. Атак, мысалы, ең кіші мән бізде 4-ке тең. 1 дейм, мынаны 2 дейм. Одан кейін бізде мынау 3, мынау бізде 4. Так, одан кейін бізде 7 бар, я? 4, мынау, так, 5 болады, мынау 6 болады. Келесі 8 бізде уже 7 болады, мынау 8 болады. Так, 10 бізде 9, мынау 10 бізде 10 болады, мынау 10 бізде 11 болады, мынау бізде 12 болады. Ары қарай, так, мынау бізде 13 болады, мынау бізде 14 болады, мынау бізде 15. Реттік номер дәлме қойдық. Енді ранглер табамыз. Ранг қоямыз. Так, енді бірде нелерді мен бүйтіп бояп қоям. Бір бояумен, чтоб шатаспау үшін. Мынау, так, 10, мынау, так, және 10, мынау. Так, одан кейін бірде менде 4. 4-ті мен, так, мынандай мен бояп қояйын. Так, келесі қайсы бірде болып тұр менде. Так, 5 бірде. 2 5 кездеседі дегенім. Так, мынау 5 бар. Мынау 5 бар. Так, одан кейін 7 бар менде. Сіздер боямасаңыздар да болады. Мен бірақ бояп қоям, себебі мен шатасуым мүмкін. Так. Так, 8 менде бірде, я? Бірде сан кездеседі дегеніміз. Так, и вот. Сонда бірде емес, бізде 12, осылар ғана екен. Енді рангысын табамыз. Қараңыздар, 4 менде 2 рет кездеседі. Олардың рангысы, яғни 1,5 болады. Одан кейін 5, я? 5. Так, оның реттік номер 3 пен 4, яғни 3,5 болады. Так, келесі 7. 7, ол 5 пен 6, 5,5 болады. Так, келесі, так, келесі, қайсы бірделер кетеді. Яғни 10, 8, 8, так, оныкі 7 мен 8, 7,5 болады. Так, келесі
9 да? Қараңыздар. Так, 9-тікі 9, 10, 11, 12. Так, тең. 4 резге деседі. Так, тең. 9 плюс 10 плюс 11 плюс 12. Бөлемін 4-ке. Так, 10,5. Мынау бізде 10,5. Мынау бізде 10,5. Мыналар бізде так өз орындарында қалады. Енді мына жерде былай жазып, оң таңбалы айырмалардың рангілерінің қосындысын және теріс таңбалы айырмалардың рангілерінің қосындысын табу. Ал так, R так, рангілердің айырмасы Т-мен белгіленіп тұр. Яғни Т минус және Т плюс дейміз. Т плюс. Ал енді тең минустардың рангілердің қосындысын есептейміз. Мынау бізде, мынау бізде, мынау бізде, мынау бізде. Так. Так, келесі. Плюстар бізде мынау. Так, тағы плюс бізде мынау. Басқа плюс жоқ. Яғни 5-ке тең. Ал енді бұл жерде Вилкоксонның, яғни Т таңбалы рангілер критериясы қайсысы болып табылады есептеулі? Яғни екеуінің арасында ең кіші мәніміз бұл бізде мынау болып шықты. Енді Т критикалық мәнді табамыз. Т критикалық. Т критикалық кесте бойынша табылады. Так. Яғни қайтадан оны көлемі бізде 15, 15%. 15, яғни 15-те ол нешеге тең екен? 30-ға тең екен. Так. N-іміз 15 бізде жұптасқан. Т критикалық 30-ға тең. Яғни қайталайым, егер Т-мыз үлкен болса Т сынидан, онда 0-дік жорамал болады. Ал егер Т критикалық үлкен болса Т, то есть сыни үлкен болса Т-дан, яғни балама жорамал болады. Қабылдаймыз. Яғни гипотензивтік препаратты қабылданғаннан кейін артериялық қысымның орталық деңгейі медианасы М-ге дейінгі мәнмен салыстырғанда төмендейді. Яғни препарат артериялық қысымды төмендетуге клиникалық тұрғыдан әсер етеді. Міне. Ал енді осыны тексерейік. СПСС пакетке салып. Так, переменные. Мына жақта 0. Мына жақта 0. Бізде шкала. Енді данныйға барамыз. Анализ. Непараметрический критерий. Устаревшее диалоговое окно. Так, кешіріңіздер. Так, непараметрический. Для двух связанных выборок. Мына жаққа қоямыз. Мына жаққа қоямыз. Вилкоксона деп атаймыз. Уилкоксона деп айтамыз. Ағылшынша Уилкоксона негізі. Біз көбінесе Вилкоксона деп кеттікеміз. Өзі галочка тұрады. Окей. Ал енді тексереміз. 115 сумма ранг, мысалы. Положительных, то есть отрицательных 115 шықты бізде, положительный 5-ке шықты. Яғни, опять пимен есептеген кезде пиміз 0,02-ге тең болды. Яғни, балама, яғни бұл 0,05-тен үлкен, то есть кіші, яғни балама жорамалды қабылдаймыз. Міне осылай есепті аяқтап, қорытынды
міндетті түрде жазасыздар, яғни қорытынды деп балама жорамалды қабылдаймыз, оның несі яғни клиникалық жағдайда статистикалық тұрғыдан бағалағанда осылай деп қорытынды міндетті түрде әдемілеп тұрып жазамыз. Осымен бізде дәрістеріміз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше, яғни менің каналыма жазылып қойыңыздар. Қандай да бір практикалық сабақтарда, мысалы, жаңадан осындай сабақтар шығуы мүмкін биостатистика сабағынан. Сіздерге рахмет. Сау саламатты болыңыздар.